Содан беріде бірнеше 100 жылдың жүзі болды. Қараған қанымыздың қолтығы кең болғандықтан, алғашында бұлғақсыз тыныш өттік. Үлкен отауларымызды оң жағымызға, ортаншы отауларымызды сол жағымызға қондырып, ұябасар кенжемізді отаусыз үйлеп, үлкен үйдің ортағасын бөліп ішетін, шып-шырғамыз шықпаған майрағайда тайрағай бір дәурен өтіп еді-ау. Қайда сол лықсып жатқан түп-түгел заманымыз. Ата-бабаның кіндік қаны тамған алтын бесік Алтайды қаңыратып бос тастап, неге тағы да тардай шашылдық? Аманы алыстап кеткен ағайынның басын қайта құрайтын заман боламысы. Жаңа келген ұлығымызға айтар дәтімізді осыдан бастайық. Отырғандар қозғалақтай бастады. Еркіне қоя берсе, әр кеңірдек өзінше қабынатын түрі бар. Бірақ Чеңчайдың қабағына қарап, әзірше сабыр сақтап отыр. Мал өседі, бас өседі, жер өспейді, деді тағы біреу жаңағы Сарғарым бидің сөзіне уаж ретінде. Ендеше өрісімен өскен өркенге не айып бар? Алтайдың күмбеті абақтың мұнда келген баласына тарлық етпейтін сияқ деді. Ауа жайлатын саяқтың шыққаны рас. Оны қоныстың тарлығынан көреміз бе, әлде көңілдің тарлығынан көреміз бе? Андаластыққа ант ететін заман өтіп кетіп еді ғой. Алтайды жастанып, қолымызды майлымен жайырға артып, көсілген аяқты боғда мен ерен қабырғадан жиғанға неге ішіміз тарылады? Ханалымы Сарноқта кешілмейтін шөрі. Ортаға ұлық келді, ол да қонақ. Би мен төренің қазаны бұрынғыдай ерудік пен сыбағаға толмайтын болды. Сонда бұрынғы 100-дің салмағы жұртта қалған 50-ге түссе, шойыннан жаралған қабырға жоқ, майыспай қайтеді. Дауыстар көтерілі шығып, бітімсіз даудың құлағы қалқая бастады. Чеңчай қабақ шытпағаннан кейін, көлденеңнен басу айтатын ешкім болмады. Сыздап барып ийтін желіндей, бәлсіп барып әрең тіл қататын ауыздар, оңай желпілдейтін күйге ауысты. Екі төбеге қарай тартатын сыңай байқалады. Туысым 9 болса да, жар басында жалғыз қалдым. Бауырыма басар ел тауып бер дейміз бе? Туада жалғыз болсам да, жұлдызым оңнан туып 9 болдым. Өрісім тарылды. Жер тауып бер дейміз бе? Ұлық қайсысын ұстайды? Бірін ғана айтайық. Бастан бастайық деп аласыңдар да, басынан бұзылған балықты көресіңдер. Шынын шертсек, басқаша шығады деп, көлденеңнен килікті бір мықты. 4-тің бірі болмадым деп, қобдаға тартқан жылқышының басын 1000 ақбоз ат беріп, сатып алмап беді. 1000 қаратты көзі қимаған Жәнтекей, Базарқұл Асылбектің басын беріп тынбап беді. Ол Алтайдың су бөлгіш қырын желкеңе жастық қылып қойып жатқанда, қобдаға қарай түсіп кеткен бөркің беді. Олқы баласына өкпелеген бөкі, Қаратауды місе тұтпай барса келместің құмын көкті өтіп, Тибеттің далайына жаназасын шығарта жаздамады ма? Оны Қаратауға көсілген аяғым дейсің. Алағұнанның бәйгесіне таласқан мұқы, 12 барқыны шеркештеп айдап, майлыға барып тоқтамақ деді. Оның атын жайырға артқан қолым дейсің. 8 жанат түгел отырса, Қыдырдың күрдерісі ағасының тұлын Көктоғайға барып жабатын несі бар? Кеден болғанда, осының бәріне кедергі неден болды? Өз тазымызды өзіміз аштық па? Әлде ағайынның өкпен азына құрып беріп, айна таздан 6, төбел таздан 4 тоқина қалып, жүрген біреу бар мекен? Чеңчайдың жүрегі зу етіп, өңі қуқыл тартты. Бір таздың айыбы ашылса, 1000 таз басын қымтағаны сияқты. Бей біткен өткен күндерін бір рет ойлап шықты. Тек Өміртай ғана Мәлік баласының бүтіндігіне разы болып,
күлмін қақты. Базарқұлдың аруағы аталғанына ширықты ма, әлде Чеңчай өңін байқады ма, Мәми тағы сөзге араласты. Әй ағайын, көпті болып жүрген көп ойдың біреуінен арылғандай болдық емес пе? Ханның оң көзі көріп, құлақ естіді. Істі соның қолына берген екенбіз. Бармағымызды ауырмастай етіп, шариғатпен кесер, кесімін соның аузынан естілік, деді. Чеңчай жалпақ жұртты көзімен шолып өтті. Жүзінен ризалық бейне білінеді. Бір талайдан соң оң қолын сәл көтеріп, жақсы пікір айттыңыздар, түсінуге болады. Кеңесіміз әлі жалғасты жүріледі. Жата жастана ұғысармыз. Шаршаған шығарсыздар, дем алыңыздар. Шақыру бізден болады, дейді. Түсі жылдан түңілме деген ғой. Керек не? Елістағы адам екен. Иә, өзімдікі деген басын ұстайды. Өзінікі болған соң жақтамай қайсың бейсі. Біресе анаған, біресе мынаған жалтақтап, керуге тартып, тақымымыз созылып болып еді. Сұрайтын еміз қораға келіп, жанымыз тыныш болды ғой әйтеу. Қанаттыға қақтырып, тұмсықтыға шоқырып тұрмайын деп жатыр ғой. Тек тірі болсын байқұс. Кімнің тірлігін сұрарымды білмей қалдым. Шүршіттің бәрі қарашынақ, мен жаман едім деп келер біреу жоқ. Келерінде күле кіріп, кетерінде күліңді шашып жүре береді. Ол да соның бірі шығар. Мінеки, келмей жатып осыны айтамыз. Қыржыңы көп қазақ, сон қайтып жағады ұлыққа. Көшерін жел, қонарын сай білетін қазақ, биге жағып болғанша, би ұлыққа жағып болғанша, түйенің құйрығы жерге, ешкінің құйрығы көкке жетіп болар. Би жақпаса, ұлығы жақпаса, қазақты құдайдың өзі келіп, сұрау керек болар онда. Би деп, бидің құлағын шуылдатамыз-ай кеп. Қазақты Есімханның ескі жолы, Қасымханның қасқа жолынан бері қарай, жарғысын жасақтап алған билердің өзі сұрап келе жатқан жоқ ба? Көрдің ғой, осы жолда Қароспан ашу шақырса, Мәми басу айтып, Өміртай берекеге шақырып, танылды емес пе ұлыққа? Иә, бірі мына қырынан, бірі ана қырынан көрінбей, сыйпаған жағына қарай жығыла берсе, кімді кім таниды? Алтайға жұт келсе, сауыр құтырады, Қытай келсе, Мәми құтырады деп бықыштек айтқан жоқ қой. Аспаннан түсер олжа бұрын төренің шаңырағына түсуші еді. Енді Мәмидің сыбағасы болып бара жатқан жоқ ба? Жарықтық жеңісқан күнде момын адам екен ғой. Осы жолы суырлы бештеме айта алмады ғой. Төр асса қарадан алады, қара асса төреден алады деп. Жеңісқанның Қазыбектен қыз алғанына төре біткен қорланса, Мәмидің төреден алғанын Төлебай ақын, төреден екін алдың із тыққандай деп мақтаныш етпеді ме? Жеңісқан төре тұқымына осы осалдығы үшін жағып көрмесе, керей күйеусініп қылжақ етеді. Жә, онда құдайдың бергені. Чеңчай осы жолы керейді сұмынға бөліп теңшеу жүргізер болса, Сүлейменнің жүзігі тағыда Мәмидің қолынан үлестірілді дей бер. Ондай болса, жіліктің ең майлы басы тағы көкөннің сырдағында қалып деш. Жә, осы қарошың кеше Сұрқылтайдың табаныңның астынан шықса дегенді қалай айтып отыр? Аңқаусың-ау байқұс. Шүршіттің бірі таққа шықса, қарабас құрты қос өрмелейді. Ежен ханның алдындағы кім еді? Оның алдындағы бәрі бірін-бірі жеп құртқан. Мұнан кейін кімін кім жейді біліп болмайды. Анау Чеңчайды иықтап отырған, қыдырған шаңырақ көзденген Адырақбайды көрдің бе? Оның Сұрқылтай түбінде
сол болмасына кім кепіл? Талайды көрген ошың соны меңзеп айтып еді. Мәми, зәуді қалам сондай бола қалса, түбінде арашашы біз боламыз дегенді қосып жіберді. Бір атып, бір қаққан деп қазақ осын айтады. Қай жеңгені біздікі? Шүршіттің 40 пышағына біз арандалатын неміз бар? Неге? Қанның басын қаналсы шауып тұрып, заманыңның тыныш болмағаны. Онда салқыны сағанда тимей қалмас. Бәсе соны байқап жатқан біздің 4 орынды да сәлдеме. Сөйтпесе Қароспан болама, Мәми болама, Өміртай болама. Бір желден егіз туған қара көктер ғой бұлар. Саятын шұқанағы жоқ, сай-сайды қуалаған осындай гу-гу, күзем жүндей көпір, кешеден бері қырам бойына бейнер тіккен қалың ақ үйдің анесімнен кіріп, мынесімнен шығып жатты. Өсекке жаны құмар, жағы үйір қазақ ағаш-ағаштың басымен алып ұшты. Міне бүгін соның жалғасы Өміртай шаңырағындағы түстікке жиналғандардың ортасында тоздана бастаған болады. Бір мезгілде салперін кеусіндей біреу басқалардың назарын өзіне бұрып әкелді. Оның гүр-гүр еткен дауысымен сапыра бастаған тарихы бәрін басып түсті. Ол кеше Алтайға келген басқы шағымыз ұлғақсыз өтті дедіңдер. Көкөдай заманда солай болса болған шығар, деп бастай бергенде. Көкөдай заманнан түскен мынауың кім болғай? Атты алысқа айдағанына қарағанда, көгаланың үйірін айдаған біреу ау тегі, деді шеткерірек отырған біреу жандағысына сыбырлап. Танымаушы ма едің? Жәдіктің далай батыр емес бе? Сол кісі осы ма? Өз заманда білтелі қарамен есік босатқан ерлігін айтқысы келіп отырау жарықтығың. Мен далай дегенге қаусап біткен бір тұғыр шығар деп жүруші едім. Онша мұжыла қоятын жасқа жетпепті ғой әлі, деді әлгі сауал берген адам оқыс айтып қалғанына тәуба қылғандай қынжылып. Шарт жүгініп алған далай енді жас баланың білегіндей саусақтарын тізесінің үстіне қойып алып сөйледі. Бергі заманның бұлмағының бәрінде мен болған жаммын ғой. Сендер кешеден бері мұндағы ит қашты қоян қудыны ғана айтып отырсыңдар. Елдігіне сай ерлігі болған сонау Қызылаяқ заманын неге айтпасқа? Ал айтыңыз онда, ауыз сіздікі, құлақ біздікі. Менікі болса, ол хикмет мынадан өрбіген. Мына шәуешектегі дүнгендердің бір сұлу келіншегінің бетінен Шүршіттің бір әскер басы сүйіп алсын. Осыған қаны қайнаған дүнгеннің бор батыры қазақтан шыққан қоңыз батырды қосып алып, Тарбағатайдың Шүршітін Манас жаққа таман тірсектеп қуып шығады. Сол Шүршіттердің онан қашқаны мұнан қашқан босқындары жиналып алып, пана таба алмай қайыр тілеп Алтайға келген. Алтайға келе қалған аш-шарық немелер ау бисмилла үліңгірдегі Бура Лекербайдың 800 тоқтысын талап жеген. Сонда ажы төрі бастаған билер ертістегі Есеғасы Келесбайдың үйінде кеңес құрып, басымызда бар Ақтабан шұбырындыны талай көрген қазақпыз, арып ашып келіпті. Адамзат нәсіл екен, еш жиған соң дөрбіт айланып елімізге кетеміз дейді. Адам атаның аруағы үшін көмек қолымызды созайық деп, аузына ас, басына пана, алдына мал салып беріп, Бурылтоғайдың жалпағына орналастырған болатын. Деп, бір хикаяның басынан бастап, уақиғаның көмеш жатқан сырында жұмысы жоқ, өзі кешкен кешулердің ізімен тартты. Біресе, кедірген жолда шаршаған жолаушыдай тыныстайды. Біресе, жаралы жолбарыстай күдір асып, қопалы көлге кіреді. Әйтеу, тыңдаушысын жалықтырар емес.
Сөйтсек, деді ол бір тыныстан кейін. Жылан асыраппыз ғой. Керейдің өз қойынның құйрығы өзіне оқ болып қадалды. 8 жылдан қабырғасын мұздай жауып, балтырын қызыл шүперекпен қазықтай қылып орап алған сүршіттер ақырында Алтайды қызыл қанға боямады ма? Солардың қазақ қарамойын Маймылбет деп атап алған Жаңқұң Лижүн дейтін бастықтары алдымен Салбыртыдағы қалмақтардың Ұтсын, Намсын деген 2 бай ауылын шауып, адамдарын түгел қырып, малын талап алған. Сол қалмақтармен қоныстас болып жүрген Елшібай ауылынан шейіт болған 21 адамның сүйегін кейін қазақтар тұмсық періштің үстіне әкеліп жерлеген. Сүршіттер одан кейін Төрбілжін арқылы ертіске түсіп, ертісті өрдеп шаппақшы болғанда, Керей жасақ жинап алдарынан шеру тартып, Жалпақтағы інне қайта келіп тұққан. Аңқау басымыз артынан ұқтық қой. Сөйтсек, олардың қолтығына орыстың дуандағы жандаралдары су бүркіп жүреді ме? Қызылаяқтардың Алтай топырағына өнген астықтарын орыстарға апарып саудаға салатынында да мән бар екен. Орыс ұлықтары шапанын теріс қаусырынған Ноғайдың бір жансыз арқылы оларды қолына қондырыпты. Алтайды түбінде сендер билейсіңдер. Алтайды билегеннен кейін Шинжаң оңай. Ең соңында бүкіл Қытай топырағы уыстарыңда болады. Біз қару жарақпен қамдаймыз, қамданатын кездерің келді депті. Құтыртып жүрген осы есек дәмекен. Келесі жылдың күзінде тағы да әрекеттенді. Бура Көкшегір дейтін адам ойда түк жоқ, атқа түйе айырбастап алмақ болып, ортасына бара қалсын. Қам басып тұр екен байқұсты. Бетін суыққа берген қара мойындар әлгі Көкшегірді тарпа бас салып қойша бауыздап, бауыздау қанымен туларын қандайды. Осыдан соң-ақ бір бөлімі Бурыл тоғайды өрлей шабады. Қалғаны Жосатыдан ертіске түсіп екіге бөлініп, бірі ертісті өрлей, бірі құлдай шабады. Мынау сонда ғой, аруағыңа бас жарықтық Көбеш батыр Жәнібектің ақ туын көтеріп, қазақ қолын өзі басқарды. Көбештің үлкен ұлы Қарымбек сол соғыста шейіт болған. Баласының сұм хабарын алғаш естірткенде, Көбеш батыр еркек тоқты құрбандық деп, халыққа өзі қайрат берген. Міне, батыр деп осмайсы болады. Сөйткен Көбештің кейінгі ұлы Асылбектің басы қуйды алынды. Қойсаңшы, бұл қу жалғанды деп күрсініп тоқтағанда. Бастаған екенсің, аяғына шық батыр. Жұртты орта жолда күрсіндіріп қайтесің, десті отырғандардың бір талайы. Иә, солай, деп алып, далай әңгімесін қайта жалғады. Сол жылғы соғыста жаны жәннатта болғыр, құйқалақ, бәтеген, балапан сияқты талай боздақтардың қыршыны қиылды ғой. Дәркен, Кегенбай, Шұлғаубай, Тұрым, Сыдықай сияқты талай есілдер ерлік көрсетті ғой. Тәпті шеруші Дәркен батырдың сауыты Қара түңкедегі үйінде қалып қойғанда, айланып барарға мұрсасы келмей, қошқардың күйегін қабаттап, қайсарқанмен таңып, сауыт қылып киіп, жекпе-жекке шыққан. Ертісті құлдай шапқан жау буыршыннан өтпекші болып өткелге түсе қалғанда, мына Қарошыңның Сыдықайы көктеректің далдасында тұра қалып, баяғыдағы Көкшегірдің қанымен қандалған туын ұстап келе жатқан алдыңғысын білтелі қарадан шыққан құмалақтай қорғасынға жем қылған. Арттағылар туын суға жібермей әзер алып шығып беті қайтқан. Әңгіме осы жерге келгенде отырысын түзеп алған Қара Оспан: «Міне, айтқан соң өстіп айту керек. Иә, соң деп тоят тілеген бір күттей иығын қомдап қойды. Далай сөзін сабақтай берді.
Беті қайтқан жау ертістен қайта өтіп, Сауыр керейін шауып, Орыс жеріндегі Бодам керей Түкібайларға жеткенде Түкібай батырлары Кренттен қайта айдап салған. Сөйтіп, керей батырлары қызыл аяқтарды өкшелей қуған бойы Жамбылына қайта келіп тыққанбыз. Шүршіттерді өлмеудің әдісін біледі екен, олжалап алған түйелерін жебенің өтіне шөгере салып, соны паналай отырып, Жамбылына әзер жеткен. Сол шабындыда шүршіттер керейден 10 жастың алды-артындағы 100 ұл баланы және 200 қыз келіншектерді олжалап әкеткен. Солардың ішінде 11 жасында олжаланған Әтіктің Жәңгірі кейін елге қашып келген. Олжаланған 300 баланы Жамбылдарын апарып үлеске салғанда, Қарақасқа бергелі отырған Жәнісбектің қызы Нұржанға 2 шүршіт таласа кетіп, біреу қыздың жүрегіне пышақ салып жіберген. Қаны тік шапшыған бейшара бейбақ, құлынша шыңғырып, апалап жүріп, майданды 2 айланып барып жығылған. Біз сол қамағаннан шүршіттерді Жамбылдан шығармай 6 ай қамадық. Жамбылды бұзып кірейік десек, тесіктен оқ жаудырып жолатпады. Ой батыр, өзгені қоя тұрып, сондағы өзіңнің ерлігіңді айтшы. Иә, сондай бір қимылдың болғаны бар. Дарбазаның үстіндегі аңды батып отырған біреуіне батырлардың әбден ашылып келді. Сонда батырлардың ішінен өлімге басымды бәйтігіп мен шықтым. Керей адамдар, қаралағымыз сен бол, өлсең шейітсің деп жаназамды шығар. Жау қолында қалсаң кебінің деп мойныма ақшыт байлап берді. Сонымен Құдай аруаққа сиынып, дарбазаға қарсы жүрді. Әйтеу оғдармады, таяп барып, білтеліні өртіне келтіріп отырып, білтесіне от қойып қалғанында, әлгі неме мұрттай ұшты. Сонан соң-ақ лақ қойды. Сонда өз ерлігіне өзің сүйінгенде айтып қалған бір сөзің бар екен ғой. Иә, атым далай, атуым қалай деген бір ауыз сөздің ауыздан шығып кеткен рас. Жұрт соны айтып жүр ғой, деп жанында отырған біреудің кел батыр деп ұсынған бір шара қымызын салқ еткізді. Толарсақтан қан кешкен батырым, кешкен күнді қолмен қойғандай көз алдымызға алып келдің ау. Тағы несі қалды, деп еміренді біреу. Айта берсең, Ажтөренің жаласы да осы қызыл аяқтардан болды деген күмән бар. Олар басында ажымен жақсы өтіпті. Ажыға тиісті салықтарын төлеп тұрыпты. Әлгі көк шөгірдің қаны мен туын қандардың алдында олардың 2 бастығы Ажтөре мен Қобықтың Саруаңын қонаққа шақырған. Саруаң келмей ажы келген. Біз жерімізге қайтқалы жатырмыз, сізге қош айтқалы шақырдық деп, сол жолы төренің зөңгісіне у жағып жіберген. Ажы қайтарында ертіске соға жүрмек болып, Ботамойынның керішіне келгенде, сол удың зәрінен аты да өзі де өлген. Ажының сүйегін Сарғарындағы Бурал Екер байдың үйіне түнетіп, ертеңіндегі Сауырдағы үйіне түйек артып жеткізген. Далай тыныстай қалғанда, отырғандардың кейбіреуі, ой, біз білмейтін мынадай қоймалар бар екен ғой, деп таңдайларын қағысты. Бірнешеуі, мына тіліңе шоқ түскір, қайдағы жаран қайдан тырнап отыр. Қайта кеш айтпағаны қандай абырой болған деп, бір шоқып, 2 қараған қарғаша мойындарын созысты. Қайса не болыпты, деп кіжінді біреу. Ойбай көктоғылау, үй артында кісі барын білмейсің бе? Олық әділ болса, деді күре тамыры білеуленіп алған біреу. Бір жас 7 қарамен тең, төреміз сондағы жазықсыз сәбилерге, шейіт болған боздақтарға құн төлесін. Сылқ-сылқ күліп алған біреу. Далай батырдың өзі айтсыншы,
Жамбылдың дарбазасы шағылғаннан кейін қызыл аяқтарды тегін қойған жоқ шығарсыздар. Неге тегін қоялық? Тигені шүршітті, тимегені жерді дегендей, алақанның қышуы қанған бір талапай болдау сонда. Ал ендеше, деді жаңағы күлкішіл жан, шүршіттің құнын кім төлейді? Соны айтпайсың ба? Деді қойдан қоңыр біреуі. Кешегі аттан көтеріп алған ұлықты бүгін құнкер қылып шығарсақ, мұның арты бітпес жаңжал болады деймін. Мәми Өміртайға қарады. Өміртай: Әй ағайын, қаза бергеннің бәрі қазына бола беру екіталай. Тиек таппаса тіл деген мұндарда буын жоқ. Мың ауыз сөйлеп шаршағанды бір ауыз жүйеге жығатын қазақ едік қой. Қан майдандағы қылыштың жүзінен құн төлеу жолда жоқ. Егер құн төлеу керек болса, алдымен өзі мойындап отырған далайды құнға жығыңдар. Шын елдігіңді ойласаң, артта қалған өкініштен гөрі алда тұрған арманға көз жүгірт. Алты қанат ақ үй тып-тыныш бола қалды. Тек қайта-қайта басын шайқап мазасы кеткен біреу: Тақсыр қажеке-ау, ең болмаса солардың рухын разы қылып, неге дүбірлі ас бермейміз? Оның жөні бір басқа, ол ертеңнің ісі. Жетер енді, деп ақырып салды Қара Оспан. Чыңкай 2-3 күннің алдында бас есепшіні шақырып алып мәлімет тыңдаған. Ұзыншақ көк түсті кітапты аялап ашқан есепші жуан қызыл сызықтың арасына жүн қаламмен жазылған әдемі жазуларға көзін тез-тез жүгіртіп, қазірге дейінгісі 5000 сәрі таза күміске жетеді деп шамалауға болады деген. Сонда Чыңкай бір сәт аранына ерік беріп, көк түсті кітапты қолына алып, айналдыра сипап, әлі де жұқа дегендей күрсініп жіберіп, мұнан кейінгісі туралы ауыр қиялға шөгіп, тұнжырап кетті.